والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetli bауырлар, hürmetli жамағат, кезекті дәрісіміз ақида сабақтарынан өтіп жатқан кезекті дәрісіміз басталады. Өткен жолы сіздермен өсиет Абу Ханифаның 12 өсиетін тамамдаған болатынбыз. Бүгін енді Тахауидің Ахли Сунна вал Жамаат баяны атты кітабының аудармасынан бастайтын боламыз. Бұл жерде де 53 мәтін көрсетілген. 53 мәтінді шамамыз келгенше аудармасын сіздерге түсіндіріп баяндайтын боламыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. هذا ما رواه الإمام أبو جعفر الطحاوي في ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به لرب العالمين. Атақты имам Абу Ханифа мазхабының мужтахид ғалымы, исламның құжаты, исламның дәлелі атағын алған Худжатул Ислам деген көз түрсінде осындай дәрежені ғалымдар тарапынан осындай мақтауға еге болған атақты имам Тахауи рахимахулла. Имам Тахауиді мойындамайтын бірде-бір ғалым жоқ жер бетінде. Оның көптеген кітаптар, еңбектері бар. Соның ішіндегі бізге таныс болғандар ішінде мысал айтатын болса, Маанил Асар, хадистердің мағынасы, осындай кітаптар бар, хадис тарапынан жазылған. Бұл жерде ол кісі хадистің осындай бізге хадисті жеткізіп, хадис кітабы, Бухари деп айтамыз ғой, хадистанушы сияқты. Бұл кісі өзі негізі хадисші, мұхадисші және фихші, ақида сеніміне де тоқталған жан-жақты ғұлама ғалым. Имам Тахауи өзі Таха деген қалада Таха деген жерде бұл кісі хижри 281 жылы дүниеге келген екен. Бұл кісі жайында жалпы ғұламалардың көптеген мадақтаулары, ол жайында тәзкия берген ғұламалар өте көп. Яғни ол жайында жақсы пікір қалдырған атақты ғұламалар көп. Шафиғи мазхабынан болсын, басқа да Хамбали мазхабынан болсын, ғұламалардың тәзкия бергенін білеміз. Жалпылама осы 53 мәтінде бұл кісі мужтахид ғалым ретінде өзін таныстырады. Ол жердегі өте нәзік мәселелерде озаттық танытқанын байқатады. Одан кейін бұл жерде пәлсапашыларға, сол уақыттағы женедегі бірде пәлсапашылар деп отқан мынау материалистер, сондай ориенталистер деген сияқты пәлсапашыларды сол кісілердің жауабына, солардың сол уақытта қойған мәселелеріне, күмәнді мәселелерге бұл кісі рот қайтарады, яғни пікір жазады қарама қарсы. Онымен қоймай, исламның ішінен шыққан адасқан сопылар дұрыс түсінуіміз керек. Осы жерде бұрыс сопы бар, сопылық жолы бар, және дұрыс сопылық жолы бар. Ол кісі осы бұрыс сопылық жолындағы өкілдерге, осындай сол жол ұстанатындарға осы мәтінде жауап береді. Және де бұл жерде мушаббих, осындай муджассималарға, Алла тағалаға жаңа жесім беріп, дене беріп, бір ағза беретіндерге, жалпы барлық исламның бөліп шыққан ағымдардың бәріне осы жерде жауап береді. Адасқан қауымдарға, адасқан жаңағыдай фирқаларға, топтарға бәрін қамтып өтіп кетеді. Енді өзінің басында ол кісі өзі бұл нәрсені ауадан алмағандығын айтады. Яғни бұл менің айтып отырғаным Ахли Сунна вал Жамаатның көзқарасы осы, және солардың Алла тағалаға, әлемдердің Раббысы Алла тағалаға құлшылық етудің мәнісі деп отыр. Солның негізінде жаздым дейді осы мәтінді. Оның ішінде әлбетте осы мазхабтың жаңағы үлкен ғұлама мужтахид мутлақ Абу Ханифаны айтып өтті, тілге тиеге айтып өтті. Одан кейін Мұхаммед аш-Шайбаниді айтып өтті, және де имам Юсуф рахматуллахи алейхим осыларды тілге тиеге айтып, осылардың жолымен, осылардың әсерімен, осылардың ізімен келатқандығын өзі сөзге қосып өтті. Енді бірінші мәтінінде жалпы өткенде айтқан болатынбыз, ақида сабақтары бұл Алла тағаланы тану, сенімді орнықтыру. Әркім өз бетінше сенім жасай алмайды. Әркім бір аңыз әңгімелерге хабарсыз, сенімсіз
жолдармен келген кейбір мынау аңызға ұқсас әңгімелерді қосып, одан бір дін жасап, одан бір сенімге отырғыза алмайды. Бұл исламның шариғатын томпақ келеді. Үлкен ғұламалар не айтты? Міне біз сол жолда ұстануымыз керекпіз. Үлкен ғалымдар не айтты? Қандай жолмен жүр? Біз сол жолдан ұстасақ, біз адаспаймыз. Ал өз бетімізше анау Бұхарада отырған бір шейх ғұлама араб тілін судай сапырады екен, болмаса жаңағыдай кітаптарын арқалап кепті, сап-сары болып кеткен кітаптары бар екен деген сынды, бұл бізге бұл дәлел емес. Неше түрлі ғұламалар өткен тарихта не қыл деген, араб тілін қаймағын қалқып жілеген шаққан адамдар болған, бірақ олар дінді түсінбеген, діннің негізгі мәнісін түсінбеген. Ал керісінше кейбір ғұламалар болған, дінді де түсінген, барлығын түсінген, бірақ олардың тәкаппарлық себебінен оларда исламның несінен нығметіне бөлене алмаған. Сондықтан да бұл жерде біз кішкене жан-жақты қарауымыз керекпіз. Ол ислам деген ол Алла тағаланың жүректерге құйып, білім деген сөз Алла тағаланың нәсіп ететін үлкен нұры. Қалаған адамға береді, қалаған адамнан алып қояды. Мінекей, осы негізде жазылған бұл мәтін етін. Бірінші мәтінде қалал имаму ва бихи қалал имамани мазкурони рахимахумуллаху та'ала. Абу Ханифа айтты дейді. Және де соған қоса екі шәкірті, екі имам, олар да былай деп айтты. Нақулу фи таухидиллахи муқтақидина би тауфиқиллахи та'ала. Алла тағаланы бірлеу жайында біз былай деп айтамыз. Инналлаха вахидун ла шарика лах. Арасында Алла тағала жалғыз. Және де оның серігі жоқ. Уәла шай'a мислу. Және ол сияқты ештеңке емес, яғни ол ештеңке оған ұқсамайды. Уәла шай'a ю'жизу. Және оны әлсірететін ештеңке жоқ. Уәла илаха ғойру. Және одан басқа тәңір жоқ деді. Қарап тұрсаңыздар, ла илаха иллалла Мұхаммад Расулалла деген сөздің, мына ауқымды осы сөздің ішінде осының нәрсенің бәрі қамтылады екен. Ол жалғыз, оған ұқсайтын ештеңке жоқ, және оны әлсірететін ештеңке жоқ, одан басқа тәңір жоқ. Екінші мәтіні Қодимун билабтидаин, даимун биля интихаин. Ежелден бар, бар болуының бастамасы жоқ. Мәңгі аяқталмайды. Ла яфна ва ла ябид. Ол ешқашан түгесілмейді, өлмейді. Ва ла якуну илля ма юрид. Және оның қалағаны ғана болады. Ол қаламаса ештеңке орын алмайды екен. Үшінші мәтіні ла таблуғухул аухам ва ла тудрикухул афхам ва ла тушбихул анам. Ешбір ой, қиял арқылы оны елестете алмаймыз. Алла тағаланы ешқандай ой, ешқандай қиял оған не істей алмайды екен, оны біз бейнелей алмайды екенбіз, елестете алмайды екенбіз. Және ешбір жағдайда оны толық түсініп, түйсіне алмаймыз, түсінігімізге жатқыза алмаймыз. Ешбір жаратылыс оған ұқсамайды. Өйткені біздің ақылымыз бұл шектеулі нәрсе. Алла тағала бұл шексіз құдірет егесі. Алла тағала шексіз. Ал енді шектеулі нәрсемен шексіз болған, құдіреті шексіз болған затты өлшеу мүмкін емес. Алла тағала шексіз. Оны білеміз. Мысалға, арш дейміз ғой мынау. Арш деген ең үлкен жаратылыс әлемдегі. Алла тағала жаратқандардың ішіндегі ең үлкен жаратылыс мақлұқ бұл арш. Аршы дейді. Аршы дегеннің негізгі тікелей мағынасы тақ. Тақ деп айтады аршын. Бірақ бұл жердегі мағынасы ол үлкен алқап, мекен. Енді соны кейбір бауырларымыз Алла тағаланы аршының ішіне қойып қояды. Аршыға орнықты немесе көтерілді деген сынды осындай сөздерді Құрандағы аятта осылай тәпсірлеп береді. Алайда аршы шектеулі ғой, ол мақлұқ. Алла тағала шектеусіз. Енді шектеулі нәрсенің ішіне шексіз нәрсені алып келіп тығу, бұл да тағы да не болады? Ақылға бұл тағы да келмейді, қайшы келеді. Адам ойланған кезде бәрібір де сіз оған түсіндіру керексіз ғой бір нәрсемен. Дұрыс па? Көз көріп жүрген, құлақ естіп жүрген нәрсемен сіз оған түсіндіріп беру керексіз қарапайым адамға. Сол кезде қалай түсіндіресіз оған? Мінекей осындай бұның жауаптары осы екен. Яғни ешқандай ой, қиял, ешқандай нәрсе Алла тағаланы елестетіп білмейді және біле алмайды. Хайюн ла ямут
ол тірі ешқашан өлмейді. Qayyimun la yanam. Ол өздігінен тұрушы, қалғымайды. Өздігінен тұрушы деген қалай түсінеміз? Мысалға біз бен сіз бір нәрсеге мұқтажбыз, тартылыс күшіне мұқтажбыз, дұрыс па? Егер жердің тартылыс күші болмаса, біз ұшып кетеміз. Жер тартып тұр бізді белгілі дәрежеде. Немесе аяқпен сіз жүрген кезде аяққа мұқтажсыз. Әйтеуір бір нелерге мұқтажсыз. Алла тағала өздігінен тұрушы, ештеңеге мұқтаж емес. Аршы болмаса да Алла тағала құдіреті шексіз. Және ол қалғымайды. Холиқун биля хажатин. Біздерді жаратқан кезде, бүкіл мақлуқатты жаратқан кезде оған бір қажеттілік себебінен жаратқан жоқ. Зерігіп, болмаса бір іш пысып кеткеннен Құдай сақтасын. Холиқун биля хажатин деп соны айтады. Жаратқан кезде оған бір қажеттіліктің себебінен жаратқан жоқ. Розиқун лахум биля му'натин. Және оларды ырзықтандырған кезде ешқашан қиналмайды. Таппай қалып, мынау бір қиссаларда, әсерлерде келеді. Сүлеймен алейхиссалам Алла тағала тарапынан сұрады дейді, осындай мағынада келеді. Я Аллахым, сенің ризықтандыруың қалай болады деген осындай мәселе туындаған ғой. Алла тағаладан тілдескен кезде уахи арқылы. Сол кезде Алла тағала ол кісіге бір китті жіберген екен. Китті бар ғой, үлкен балықты. Енді Сүлеймен алейхиссалам бұл білесіздер үлкен патшалықтың егесі болған. Жындар мен адамдарға патша болған, құстардың тілін білген, жер мен судың тілін білген. Ондай патша болмаған және болмайды. Сол кісі китті тамақтандырған кезде бір күндік тамағын өтей алмаған ғой. Кит келген кезде соның бір күндік тамағын берем деп әбігерге түскен ғой. Тәубасына келген да. Мінекей сол жердегі бұл мағынасы Алла тағала ризықтандырған кезде ешқандай қиналмайды. Жетпей қалыпты, таратуы кезінде, үлестірілген кезде ешқандай қиналмайды. Мумитун биля махафатин. Және де ол адамдардың жалпы жанды алушы алған кезде бір нәрседен сескенбейді. Жанды алып кезде қорықпайды артынан. Баисун биля машаққатин. Және оларды тірілткен кезде ешқандай машақат көрмейді. Алла тағаланың осындай, мінекей біз осылай тануымыз керекпіз. Бесінші мәтіні Мазала би сифатихи қадиман қабла халқихи. Лам язад би каунихи шайян лам якун қаблаху мин сифатихи. Ва кама кана би сифатихи азалиян, казалика ла язалу алейха абадиян. Алла тағала оның сипаттары жаратылған нәрселерді жаратудан бұрын ежелден бар. Мысалға жаратушы деген сипаты бар ғой, Алла тағала холиқ. Мынандай бір халықтың арасында мынандай бір сөзді кейде естіп қаламыз. Халық деген бұл қасиетті қауым. Алла тағаланың бір есімі халық деп айтып жатады. Бұл халық пен бұл халықтың айырмашылығы бар. Ол холиқ, жаратушы. Холиқун деген сөзі, халық деген сөз, мынау араб тілінен енген сөз, кірме сөз есептелінеді да. Холиқун деген сөз жаратылыс деген мағынаны береді. Холиқун. Жалпы араб тілінде холиқун деген сөзінің аумағы кеңдеу. Біздің халық деген ұғым тек қана адамдарға айтады ғой, халық. Ал араб тілінде холиқун сөзі бұл кең. Кез келген жаратылысқа холиқун деп айтады, яғни жаратылыс. Ал ол жаратылысты жаратушыны, соны істеушіні холиқ деп айтады. Сондықтан да бұл жерде кішкене осындай нәрсеге мән беруіміз керек. Халық деген қасиетті қауым, қасиетті нәрсе, Алла тағаланың бір есімі халық деп айтуға болмайды екен. Осы жерде айтып жатыр. Яғни адамзатты жалпы мақлуқатта жаратқан кезде ол сол уақытта сипатушы деген сипатқа еге болып қалған жоқ. Олар жаратпастан бұрын жаратушы еді. Бұрыннан бар, өзімен бірге бар сипаттар. Және жаратылған нәрселер пайда болумен бірге оның сипаттарына бұрынды соңды болмаған сипаттар еніп қалған жоқ. Түсінікті ғой? Оның сипаттары өзімен бірге ежелден бар, мәңгі бақи солар қала береді. Кеміп, болмаса қосылып бір уақыттарға байланысты өйтіп отырмайды. Алла тағаланың сипаттары өзімен бірге әзелден бар екен. Енді мына жерде кішігірім тағы да бір 49-шы мәтінге секірем. Қайталау бола берсін. 49-шы мәтінде мынау кейбір бұзылған, бұрмаланған сопыларға осы жерде дәлел береді. Бұны енді тәпсірін, мынау шархын түсінетін болса, ғалымдарымыз үлкен мәселе шығайын деп тұр. Біз сіздерге үшін тек қана бір жанама ретінде айтып өтейік. 49-шы мәтінге тағы да келесек, қайталай жатармыз. Қайталау білім анасы дейді. Қазір айтып өткенді жөн көріп отырмыз. ولا نفضل أحدا من الأولياء على الأحد من الأنبياء. Біз дейді, Ахли сүнна уәл жамааның ғұламалары айтып отыр. Біз деп отырған. Тахауи айтып отыр. Айттық жаңа Худжатул Ислам. Оның ар жағында кімді меңзеп отыр?
Абу Ханифаны, Мухаммад ибн Шайбаниді, имам Юсуфты, осыларды меңзеп отыр. Енді бұлардан асып кеткен адам болатын болса, мен ол кісілерді мен түсіне алмайды екенмін. Олардан бөлініп, жоқ қателескен деп бір пір болмаса басқа сол сынды ұстаз айтатын болса, оны біз нақты білеміз адасқандығын. Өйткені мына жердегі біздің мазхабтың, жалпы миллеттің, үмбеттің үлкен ғұламалары айтып отқан нәрсе бұл, осы нәрсе. وَلَا نُفَضِّلُ أَحَدًا مِنَ الْأَوْلِيَا. Расында біз дейді, ешқандай әулиені, ешқандай пайғамбардан артық көрмейміз. Күнімізде осындай бір жағдайлар болады. Мынау әулиелік деген нәрсемен кішкене ауырып қалған кісілер бар. Әулие, анау әулие, мынау әулие, теріс ағызған, теріс оққан бір нәрсе, бәле қылған жындарды жұмсаған деген сынды халықтың арасында көп қой қазір. Әулие десе, тіпті басына барып қонады, әулиелі жер екен, әулие екен деп, әулиемен ауырып қалған да ол, әулие деген темамен. Дұрыс, ол әулиеге біз сенеміз, кереметіне сенеміз. Қазір оны да анықтайтын еді. Қалай сену керек? Бірақ пайғамбардан әулие ешқашан жоғары шығып кетпейді. Пайғамбар Аллахумма салли аля сайидна Мухаммад деп айтады, бірақ екпінінде не бар? Әулиеге екпін жоғарырақ береді. Әулиеге екпінді жоғарырақ береді. Ашықтан ашық әулие пайғамбарлардан жоғары деп айта алмайды. Неге? Өйткені ол біліп қоямыз бәріміз. Бірақ сөзінде, ісінде әулиелерді пайғамбардан жоғары қоятын бір екпін байқалады. Белең алады да, өзіңіз байқайсыз. Әңгімелердің бір әулие болып кеткен. Жоқ, олай емес екен. Тахауи рахимахуллах, қайталап айтамын, Тахауи айтып жатыр осы жерде, сенім тұрғысының шайхы, сенім мектебінің үлкен ғұлама ұстазы айтып жатыр. Ва нақулу набиюн вахидун. Біз айтамыз дейді, кез келген пайғамбар немесе елші бір өзі бүкіл әулиелерден артық деп айтамыз дейді. Жер бетінде қияметке дейін келетін әулиелерді жинап дейді. Бір пайғамбарды таразыға қойсаңыз, бір кез келген пайғамбар басып кетеді. Соны айтып жатыр. Набиюн вахидун афдалу мин жамиъил аулия. Бір пайғамбар бүкіл әулиеден артық деп сенеміз дейді. Біздің ақидамыз осы. Ағайын, осыған қатты мән берейік. Бұл Тахауи деген худжатул ислам. Оған ешқандай сын айта алмайсыз. Қанша жерден білімді болсаңыз да, маған десең 72 тіл білсең де, бұлар өздерін көрсетіп, өздерінің орнын тарихтан алып кеткен кісілер. وَنُؤْمِنُ بِمَا جَاءَ مِنْ كَرَامَاتِهِمْ وَصَحَّ عَنِ الثِّقَاتِ مِنْ رِوَايَاتِهِمْ. Және де біз оларға иман келтіреміз дейді. Олардың кереметтеріне сенеміз. Алайда әулие деп естіген кезде, ол сенімді жолмен келген ба, келмеген ба, соған қараймыз дейді. Ана әулие десе, мысалы, бекет әулие десе, әулие екен ғой деп, оны әулие деп бірден біз есептемейміз. Сенімді жолмен, хабарлармен келген ба, соған мән береміз. Ал елдің аузында жүрген бәленше қожа, анау бір бәле бақсы деп айта береді, о әулие болған, әулие болған ба деп айта бермейміз. Оған сенім жолмен келген хабарлар бар ма? Сол уақытта көзін көрген кісілер бар ма? Ол бір мистикалық жаңағыдай аңыз әңгімелерге бір ұқсастығы бар ма? Соны бәрін зерттейміз. Оны негізі әулие ме деп ажыратып беретін, әулие ме емес пе деп. Бұл ғұламалар. Сізбен біз оны ажыратамаймыз. Өткір Қылыш деген жақында бір кітап оқыдым. Соримул Баттар деген кітап. Сол жерде мынау біздің кейбір әулие деп жүргендеріміздің бәрі не болып кетеді екен? Шайтан болып кетеді. Өйткені Шафиғидің бір сөзін келтіреді. Егер де сіздер дейді, судың бетінде немесе ауада жай намазын жайып қойып, намаз оқып тұрған кісіні көрсеңіздер, бірден әулие деп шешім қабылдамаңыздар дейді. Оның шариғаттағы бүтін нүктесіне егжей-тегжейлі тексеріңіздер дейді. Дәреті, намазы, шариғаты бүкіл орынды ма, ақидасы дұрыс па? Содан кейін барып ол егерде керемет болып есептелінеді дейді. Мінекей, тіпті сіз бір адам, мұсылман адам намаз оқып тұр, көріністе, тіпті ауада болмаса судың үстінде жай намазын жайып алып намаз оқып тұрса, ол әулие деп сіз оған не қылмауыңыз керексіз, таңғалмауыңыз керек. Оның жаңағыдай өмір тұрмыс тіршілігін зерттеу керексіз. Шафиғи айтып отырған осы нәрсе. Ал біз естіп қойсақ болды ғой, әулие ме, әулие, ойпырмай, әулие болды оған. Тіпті біз оған кейде табынып та кетіп жатамыз. Халықтың арасында осындай түсінік бар. Енді сол Соримул Баттарда айтады, мынау Құранмен емдейтін жол бар да, және сиқырмен емдейтін жол бар екен да. Бұл жайында да тағы тақырыптар арнаймыз. Осы сиқырға байланысты қазір күнімізде көйіп кетті ғой. Құран оқып отырады, барсаңыз, түкіреді. Бір сыртынан қарасаң, кәдімгі мұсылман адам намаз оқиды. Бірақ жаңағыдай кейбір тірліктеріне қалай танимыз оларды? Сиқыршы екенін, дуагөй екенін. Соның бәрін сол жерде келтіреді.
Сондықтан алданып қалмайық ағайын. Суды теріс ағыз деген, суды жаңағыдай теріс оқы деген нәрсе болмайды. Тіпті Тәкәсүр сүресін теріс оқу арқылы, дұғаларды қосу арқылы, дуалар бар ғой, дұғалар емес, дуаларды қосу арқылы адамды емдейді екен. Сол жаңағы өзінің бұрын колдун дейді ғой, сиқыршы болған кісі 18 жыл колдун, сонда колдовствомен айналысқан ғой. Сол өзінің бәрін историясын ашып беріп жатыр да. Сол жерде айтады, бір 2 қабат әйел келді дейді алдыма. Сөйтіп 2 қабат әйел келді, бәрі мені әулие пір деп танитын дейді. Сөйтіп ол 2 қабат әйелдің мәселесі мен бірден түсіндім дейді да. Ол бірінші мәселесі, мен оны сыртта тұрған кезде мен оған хабар беріп қойдым дейді. Қаяқтан келген, не үшін келе жатқанын біліп қойдым дейді. Бұрын болған ғой сондай. Сыртта тұрсаң сен, бәленшені шақыр, болмаса ниеті жаман екен, кете берсін деген сынды әңгімелер еститінбіз. Бәленше әулие, ой бұрмай деп қаласың. Бұның бәрі осыдан келіп шығады. Пайғамбар білмеген нәрсені, пайғамбардың өзі Алла тағаланың рұқсатымен білген. Білесіздер ғой? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абу Бәкір мен радиаллаху анхумен қашты ғой. Білген жоқ қаяқ кетіп бара жатқан. Уақыт түскен жоқ ол уақытта. Қашып бара жатыр, әйтеуір Мединеға көш жасап бара жатыр, бірақ Алла тағала оған нұсқау көрсеткен жоқ, анда тығылымда. Ол жерде өзінің несін оятты, өзінің ижтихатын ойнатқан жерлер болды. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Мединаға көшіп барған кезде, мынау құрма ағаштары еркек ұрғашы болады екен олар. Үйде дегенде оларды қиып, жаңағы тозаңдандыру мәселесін жасайды да, өздерінің бағбаншылықпен айналысып жүрген кісілер біледі, мәдиналықтар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям келгеннен кейін сұрайды ғой, мынау не істеп жатсыздар деген кезде, пайғамбарды олар бір уахи түсу арқылы біліп қойды деп, сол тірліктерін сол жылы жасамай қояды. Бұны жасамай қойсаңдар болмай ма деген кезде, мақұл деп қоя салады. Сол жылы жеміс бермей қалады. Сахабилар ғой, аңсарлықтар ғой. Жеміс береді, бірақ андай ауру болып шығады. Тозаңданбағаннан кейін ұрғашы мен еркек жақын отырғызып, сондай қиып, сондай бір нелер бар да өзім. Сол пайғамбардан келіп сұрайды ғой, я Расулалла, сен былай деп айтып едіңіз, жеміс бермей қалды, бұл мәнісі не дегенде, мен сіздерден сұрадым бар болған. Сіздер өздеріңіздің дүниелік мәселелеріңіздің шебер екенсіздер, қалай істеген болсаңыздар солай істей беріңіздер дейді. Екі жақ бір-бірін түсінбей қалған ғой. Пайғамбар ол бәрін, дүниелік мәселенің бәрін шешіп біле береді деген сөз емес. Оның да кейбір білмейтін мәселелер болды. Енді күніміздегі әулие сымақтар пайғамбардан өтіп кеткен да олар. Пайғамбар айтпаған, мойнына жүктей алмаған сөзді айтып жүр да, кейбір уақытта қарасаңыздар. Былай қарап тұрсаң, кейде бір қарнын ашатын жерлер көп. Енді мынандай нәрсе шығыпты кейбір кезде. Пір ұстаз ғой енді. Бізде енді пір деген нәрсені ұстаз деп түсінеміз. Жол көрсетуші, ихсан ілімдеріне бастаушы тұлға. Ол біз жоққа сала алмаймыз. Дұрыс пір болса, оған оның айтқандарымен жүріп жүрсеңіз, ол жақсы нәрсе. Бірақ бұрыс пірлер көбейіп кетті қазір күнімізде. Өзін пір санап. Сол пірлер айтады екен, қабірге барған кезімізде пір сол өзінің мүридіне, артынан еруші шәкірттеріне мүнкір нәкірдің көмектеседі екен. Мүнкір нәкірдің, тіпті пірдің рұқсатынсыз мүнкір нәкір не қылмайды екен, сұрақ алмайды екен. Тіпті ол Әзірел періштенің өзі пірден келіп рұқсат сұрайды екен. Ей, пірім, сенің шәкіртің пәлен деген жанын алам, рұқсат па деп сұрайды екен. Әзірел Малакул Маут бір-ақ адамның жанының рұқсатын сұраған. Оның өзі пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Бір-ақ адамның. Қалған ешкімдікін сұрамайды ол. Біздің пайғамбарымыздың уақытысынан бері қарай бір-ақ адамдікін сұраған. Ал пайғамбарымыз айтқан жоқ, мен сендерге көмектесемін қабірлерінде. Негізі көмектесуге лайық кім? Ол пайғамбар. Үммет үшін ең көп жылаған кім? Ол пайғамбар. Егер сондай бір мүмкіншілік болса, ол мүмкіншілікті Алла тағала пайғамбарға беретін еді, көмектесу мүмкіншілік. Өзінің қызына не деп айтты Фатимаға? Ей Фатима, сен пайғамбардың қызымын деп есіріп кетпе. Қиямет күні мен саған көмектесе алмаймын деді. Өзінің қызы Фатимаға әлемдегі 4 әйел, пайғамбарымыз айтты, жер бетінде 4 әйелдің ханшайымдары бар деді, жәннатта. 4 әйелдің біреуі болған Фатима. Соған айтып жатыр, пайғамбардың өзі айтып жатыр. Қызы, пайғамбардың ең жақсы көретін өзінің қызы. Ей Фатима, қиямет күні саған көмектесе алмауы мүмкін деді. Қазір таң қаласың, сондай пірлер бар, пайғамбардың істемеген нәрсесін өз мойнына жүктейді. Бұл қалай сонда? Өзіне көп алушылық қой былай істеген кезде. Ол жақсы нәрсе емес. Содан біз сақтандырамыз. Сақтандырғанда бұл біздің сөзіміз емес, дұрыс түсініңіздер ағайындар. Бұл үлкен ғұлама шейхтардың осы ислам дінінің басында, қасында жүрген, ислам дінінің бұлағынан су ішкен кісілердің сөзі. Біз өз бетімізше ештеңе айта алмаймыз. Біз бар болған жеткіземіз. Мінекей осымен біздің бүгінгі 5 мәтінді сіздерге айттық.
Бұған мұқият қараңыздар. Бұл мәтіндердің бәрі айтып отырық қой, ақида сенімділік мәселесінде отырады жүрекке. Одан кейін сізді ешқандай жауда, дауда аламайтын болады. Келесі сабағымыз Алла қаласа жалғастыратын боламыз. 53 мәтінді бөліп осылай шамамыз келгенше өте береміз. Бұл жерде айтқанымыздай адасқан топтарға, уахабилік кейбір жаңсақ пікірлерге, сопылықтың жолын ұстаймыз деп кейбір әсірелеуге кетіп қалған кісілерге, эмоцияға кетіп қалған кісілерге жауап, муғтазилиттерге, муджассима, мушаббихаларға, қадария, жабрия барлығын осы жерде жауап береді осы мәтінде. Қысқа ғана. Енді оның шархын сіздерге шарықтап түсіндіріп беруге әлбетте тісіміз өтпейді. Біздің жаңағыдай сіздерге тек қана осы шамамыз келгенше аударып беруге, шамамыз жеткен нәрсені істей берейік. Алла тағала осы естіп білгендерімізге амал етуді нәсіп етсін. Еліміз, жерімізді даудан, жаудан, бүліктен аман сақтасын. Діні берік, елдің діні берік болады. Дінімізді берік қылайық, сенімімізді мызғымас, ақидада үлкен ғұламалардың сенімімен, арғы жалғасқан пайғамбардың сенімімен жүруге тырысайық. Сол кезде бізді ешқандай шайтан да ештеңе аламайды екен. Уахид дауана алхамдулиллахи раббил аламин. Бирахматика я архам. Аллаху акбар.